12 жасқа толған балаларға арналған. Рыскүл жастайынан заңгер болуды армандайтын. Себебі әкесі Әлмеш жұрт бетіндегі меңінің көп болуына байланысты Қалмаханбет деп атап кеткен, ішкі істер саласында ұзақ жылдар бойы еңбек еткен. Отан соғысы басталғанда ұлы жорамен әйелін елге тастап, жас офицер әскерге алынып, майданда 1944 жылы Германияның Кенигсберг қаласында аяқтаған. Жаралы майдангер елге келген соң, дүниеге келген ұлының есімін өз атына ұйқастырып, Рысмаханбет қызына Рыскүл деп ат қойыпты. Кейін ес біліп, еркелеп бұртойған қызына сенің атыңның соңын Гүл деп аяқтауды білдім, бірақ ырысың толып, күліп жүрсін дедім деп уәж айтады екен. Әкеден келген Қанбекен заң ғылымдарын оқыған жақсы көрдім негізі. Негізі таңдаған мамандығым сол еді. Алматы қаласындағы Қазақ мемлекеттік университетіне келіп, КазГУ деп аталады, соған келіп, юридический заң факультетіне түскім келген арманым болған. Бірақ Алматы қаласына келген кезде, біздің кезімізде 70-ші жылы бітірген кездерде бір орынға 10-12 адамнан орын екен. Содан қарап зерттеп болғанымда өзіме ой келді, мен мынаған түсе алмаспын. Сондықтан мен бірінші Қазақтың Абай атындағы педагогикалық институтының тарих факультетін бітіріп алсам, содан кейін барып түссем деген бір арман болды. Сөйтіп сол пән бойынша мамандық алсам деп. Бірақ мұғалімдік мамандыққа менің келуіме себепкер болған қазақ тілі әдебиет пәнінің мұғалімі Раиса Байжанова деген апайым болды. Қазір дүниелік болды, дей берсін. Сол кісіге қарап отырып мен түзелдім. Мен үшін идеал болды ол кісі. Сол кісінің бейнесіне қарап отырып өзімнің бейнемді сол кезеңнен бастап 5-ші сыныптан берді, сол біз бітіргенше сол кісіге қарап бой түзеп, сол кісіге қарап ой түзедім деуге болады. Көптеген әдеби кітаптарды оқуыма да, жаттауыма да бәріне себепкер болған сол кісі болды. Бірақ менің арманым заң болғандықтан мына мамандықты мұғалім мамандықтан соған қарай өтіп кетемін деген ой болған ғой енді. Сондықтан тарих сол мамандығыма жақын болғандықтан солай деп ойладым. Сонымен біздің бас кейіпкеріміз Рыскүл Әлміш қызы Игілікова 1970 жылы Әсем қала Алматыдағы Абай атындағы Қазақ мемлекеттік педагогикалық институтының тарих факультетіне оқуға түседі. Әкесіне институтты бітірген соң міндетті түрде заң оқуына түсем деп уәде берген Рыскүл оқу білімге құшырлана кірісті. Бірақ тағдыр дегенді қойсаңшы, онымен бірге сонау Маңғыстаудан келген Сүйіндік Түйебаев деген азаматта бірге оқыды. Бір-бірін алғаш көргеннен ұнатып қалған қос қашық 18 жасында шаңырақ көтереді. Осылайша қалада өскен ерке қыз 1971 жылы Шебір ауылына келін болып түседі. Қызының болашағына қатты алаңдаған Әлміш ақсақал ақ батасын беріп, қос жас күндізгі бөлімдегі оқуын алаңсыз аяқтайды. Енді әке арманын орындаймын, заң оқуына барамын деп жүргенде Сүйіндіктің әкесінен елге қайтыңдар деген хабар келеді. Әкеммен бірдей сыйлайтын атам болды. Атамды айтып кетпесте болмайды. 5 қарындасы бар, жалғыз ұл. Өте қолөнер шебері. Сүйіндіктің әкесі атам, Сүйіндіктің әкесінің 5 қарындасы бар. Сүйіндік 5 қыздан кейін дүниеге келген. Содан сол 10 қыздан кейін көрген бала болғандықтан ерекше қамқорлықта болған адам, өзінің соңынан 4 інісін ерте келген. Сондай бір майлы бала болады ғой. Содан не керек? Атам елге қайтыңыз дегеннен кейін мен өзімнің әке шешеме уәде бердім. Ал атам деген мені Рыскүл деп атап көрген жоқ. Рысжан дегенмен кетті. Рысжан деген атаумен кетті. Атамның өнер адамы деген бөлек болады ғой. Қарапайым ауылдың өнер адамы, ағаш үйдің бүткіл
әбзелдерін жасайтын адам, оюларды жасайтын адам, қолдан деген желімді жасап отырған талай балықтың несінен алып көргенім бар, өзінің шеберханасы бар. Сондай керемет өнерді қолынан шығарған адам, шебер адам болғандықтан, өзі де бір, қалай деп айтам болады, бір әдемілікті жақсы көретін сондай бір адам еді. Иә, жатқан жері жайлы болсын. Атамнан көп затты үйрендім, көп сөйлемейді, бірақ сол сөзінде де мені Аршан деп қабылдап алғасын, өз аяқтан еркелікпен келген бала болғасын. Сонымен сол кісінің сөзін қимай ауылға келдім, бірақ әке шешеме айттым, ренжімеңіздер. Мен о кісіні қалай болсын солай тастап кете алмаймын. Сондықтан бір жыл жұмыс жасап, рұқсат сұрап, сосын барып қайтатын шығармыз. Мен сол алдыма қойған мақсатыма жетуім керек дедім. Мен 1953 жылы 16 сәуірде Жамбыл облысының Жамбыл, қазіргі Тараз қаласында дүниеге келдім. Марқұм әкем 2-ші сыныпқа дейін мектепке арқалап апарып, арқалап әкелетін еді. Осылайша ерке өскен маған көп балалы үйдегі отбасылық өмір оңай болмады дейді, сол бір кездерді күліп, сағына еске алған Нұрсүгүл апа. Шебір Маңғыстаудың киіз туырлықты қазақ ауылы. Күні бүгінге дейін қазақылық қалпын жоймаған, салт дәстүрінің қаймағын бұзбаған мекен. Осыдан жарты ғасырдан астам уақыт бұрын босағаттаған жас келінге атасы Түйебайда, енесі Шархатта түсіністікпен қарады. Қос қария сүйіндіктің сергіне сүйсіне қарап, әрбір ісіне қуат беріп, жігерлендіріп отыратын. Солардың ыстығы ықылас ниеті болар, оқу бітірген қос маман Маңғыстау ауданының орталығы Шетпегеде аялдамай, Шебірге жақын Тұщықұдық ауылындағы орта мектепке мұғалім болып орналасады. Осылайша Рыскүлдің заң саласына оқуға барамын деген арманы сол арман күйінде қалып қояды. Шодық жерінде 2 жыл жұмыс жасадық. 2 жыл, себебі сол кезде Шетпеде нөмір 3 орта мектеп ашылды. Содан сол Тұщықұдықтың оқушысының меңгерушісі болды, Жұмағалиев Сәуірбай деген ағай. Сол кісі өтініш берді бізге жаңа мектепке баруға. О да мен үшін идеал, біз үшін идеал, Сүйіндік екеуміз үшін. Ақырын жүріп, Анықбас деген сыртқы келбеті мен білімі мен ілімі бір адамға сәйкес келген ағай еді. Сол өтініш бергесін біз өтінішін қабылдап Шетпеге келдік. Сол 76-дан бастап кешегі зейнеткерлікке шыққанға дейін Шетпеде болдық. Осы жерде біз өткенге сәл шегініс жасап, Рыскүлдің Маңғыстау ауданы ескі Шетпе ауылындағы Нұнжыбаев атындағы орта мектебінде директордың тәрбиесі жөніндегі орынбасары болып жұмыс істеп жүрген кезіне тоқталсақ. Бұл 92 жыл болатын. Жасынан оқу білімге құштар, қазақ тілі мен әдебиетін жанына серік еткен, оны көп нәрсе толғандыратын. Оның үстіне шығармашылықпен айналысуды жаны сүйетін. Бұл осы қызметте жүргенде талай олимпиада мен ғылыми байқау жүлдегерлерін дайындаған мұғалімнің жұмыс іс тәжірибесі әбден толысып, ұстаз деген ұлағатты атаққа іліккен кез болатын. Сол шығармашылық жұмысын қайтадан ой тастап, болашақ Қазақстанда енді бұрын біз пионер болдық, комсомол болдық. Сосын манағы әрқашанда партияға дайынбыз дедік. Енді сондай кезеңнен енді қазір мына тәуелсіздік алдық, енді болашақ тәрбие қалай болады деген ой келді де маған. 2 жыл шаңырақ деген тәрбиелік бағдарлама жаздым. Осы неде кәдімгі Нұнжыбаев мектебінде 92-ден 94-ге дейін ойланып, осы тәрбие жұмысын қалай жасауға болады енді, қалай не істеп, қалай тәрбиелейміз балаларымызда дегенде ой жүргенде маған сол ұлттық құндылықтарды сақтау деген бір ой тұрды. Себебі мен енді өзім қалада өсіп, келіп жасап жатқан жерім қазақи жер болғандықтан, талай қазақи салт дәстүр әдет ғұрып сіңген жер Маңғыстау. Соның бәрін бойыма сіңіргендіктен шаңырақ киелі ұғым ғой деп ойлап отырып, кәдімгі 6 қанат үйді көз алдыма елестете отырып, себебі Шебірге барған сайын үйіміз сондай 6 қанат, жасалынатын жұмыстың бәрін, айтылатын әңгіменің бәрін үлкендерден бойыма сіңіре отырып ойладым. Соның шаңырағын алғам жалпы. Сол шаңырақты 6 қанат киіз үйді ойлай отырып, керегесін кең қылсақ, жаңағы шаңырағын биік қылсақ, табалдырығын мықты қылсақ, сонда біз шаңырақтан айырылмауымыз керек. Сол шаңырақтың қасиетті ұрпағын жалғастыратын ұрпақ тәрбиелеу керек. Ол үшін не керек дегенде ой келіп, маған ол үшін мектепте де ұлттық тәрбие мектебін құру керек.
міндетті түрде ақсақалдар алқасы болу керек, міндетті түрде аналар алқасы, міндетті түрде әкелер. Сол қазіргі заманауи тәрбиеден тыс қалмай, ұлттық құндылықтарды сіңіретін орта болу керек деген ой келіп, содан осындай жұмыс жасалынып шықты. Бұл кез тәуелсіздік тізгінен енді ғана қолын алған жас мемлекеттің ұлттық құндылықтарына бас қойған кез болатын. 94 жылы елімізде осындай тәрбиелік жобалар мен байқаулар көптеп жасалып жатты. Біздің кейіпкеріміздің шаңырақ атты тәрбиелік бағдарламасы өңірде бас жүлде алды. Бұл жаңа жоба талай жиында қайта талқыланып, оны комиссия бекітіп, облыстық білім басқармасының мақұлдауымен республикалық байқауға қатысуға жолдамалады. Сөйтіп республикадан 94 жылы қараша айында болу керек 28 жоба ұсынылды. Барлық облыстар қатынасты. Кейбір облыстардан 2-ден болды. Содан сол жерде біздің жобамыз 3-ші орын алып, сөйтіп жүлделі орынмен елге келіп, сол жобаның қорғаған жүйеменен мектебіміз бірнеше жылдар бойы кәдімгі облыстық тірек мектебі, үздік мектеп қатарында болып, ана бағдарламамыз республика көлемінде сол кезде көп таратылды. Кешегі тәуелсіздік алған жылдардан бастап ұлттық тәрбие беру жөніндегі Рысқұлдың шаңырақ бағдарламасының іске асырылу кезінде бір мектепте, мен сол мектептің директоры Рысқұл тәрбие жөніндегі орынбасар болып қызмет жасағаннан басталып, ұлттық тәрбиенің шаңырақ бағдарламасының барлық тәрбиедегі, ұлттық тәрбие берудегі, елдің болашағын тәрбиелеудегі орнын айрықша қазір ел бағалап, құрметтеп жатыр. Енді күні кешегі Қазақстанның оңтүстік өңірінен келген қарапайым, Маңғыстауға келген алғашқы оңтүстіктен келген келіндердің бірі ғой. Келе Маңғыстаудың ұлттық тәрбиелерін көріп, оны бойына сіңіріп, үлкендердің тәлім тәрбиесін көріп, киіз үйдің тіршілігін көріп, Маңғыстауда тұратын халықтардың үлкендерге құрмет ізетін көріп, өзіне ой түйіндеп, содан кейін болашақтың ертеңгі жастардың мектеп қабырғасында оқып жатқан оқушылардың тәрбиесіне қандай қажеттіліктері бар екенін біліп, жастардың бойына сол ұлттық тәрбиені сіңіру үшін осы бағдарламаны жүзеге асыру жолында өзіндік ой толғаныстарымен қызмет жасады. Ол кездегі мектептердің материал жағдайлары әне бір керемет болмаса да, мектептің басшысы ретінде мен Рысқұлдың айтқан тапсырмаларын, тәрбие жұмысын жүргізуге қажет деген барлық талап тілектеріне қолдау көрсетіп, бірге қызмет жасадық. Ол кездегі мектептің ата-аналары менен қызмет жасау. Ол кезде қазіргідей емақы дейтін аппараттар жоқ. Сол кезде ата-аналар комитетінің төрағасы Әтембеков Еділхан дейтін азаматқа ұсыныс жасап, мына мектептің тәрбие жұмыстарын жүргізуге бізге шынында сондай жабдықтар керек болып отыр. Бұны қайтеміз енді? Мектептің жағдайы жоқ, мектепте сірә жоқ. Сол мезгілде ата-аналар бірігіп, осы мектептің жаңағы тәрбие жұмысын жүргізуге қажет деген емақы аппаратын сол ата-аналарды ұйымдастырып, ата-аналардан жетпеген жерлерін мен өзім мектептің мұғалімдерінің өзінен қаражат жинап, 108 мың теңге ақшаға аппарат алып беріп, онда емақының дыбысы менен оның дауысын қосып пайдаланғанда балалардың жаңағы тәрбие жұмысында жасалып жатқан шараға дейтін белсенділігі ерекше. Зейнетке шыққан соң қазақтың ұлттық құндылығын ұзақ жылдар бойы ұлықтаған ұстазға шаңырақ тәрбиелік бағдарламасын қоғамдық қорға айналдыру туралы ой келеді. Бұл ойға сол кездегі азаматтық альянстың президенті Жақсыгүл Махамбетова түрткі болады. Сол Жақсыгүл Шахзадақызы облыста азаматтық альянстың президенті екен. Сол кісіге келіп жолығып, мен осындай бағдарлама бар екенін айтып, содан ол кісі мынау дайын тұрған жоба екен. Себебі ұлттық құндылықтар ешқандай жоғалмайды, отбасы тәрбиесі құндылықтары жоғалмайды. Ондағы басты мақсат бала дүниеге тәрбиені өзінің отбасынан алады.
тәрбие басы тал бесік, әкеге қарап ұл өседі, шешеге қарап қыз өседі. Сол тәрбиені мақтандасақ, сосын сол отбасымен білім беру мекемелері тығыз байланыс жасаса, жаңағыдай ұлттық тәрбие мектебі арқылы, онда сөзсіз біз мектептен шығатын кезде сөзсіз өзі ұлтжанды, өзі тілді білетін, меңгерген, ұлттық салт дәстүрді меңгерген, заман ағымынан қалмайтын біз білімді де тәрбиелі ұрпақ шығарамыз деген ой еді. Тура соған сәйкес келіп, ол кісі құптады. Сөйтіп шаңырақ тәрбиелі қоры болып 11-ші жылдан қазіргі таңға дейін жұмыс жасайды. Содан бастап біздің мына алдындағы білім саласындағы әріптестігіміз үкіметтік емес ұйым саласында одан ары жалғасып, қоғамдағы қордаланған мәселелердің бірі бұл отбасы құндылықтарын насихаттау, жалпы отбасындағы бала тәрбиесі, сонымен қатар жалпы мынау азаматтардың осы белсенділігін арттыру бағытындағы іс-шараларда біз көптеген қоғамдағы маңызды жобаларды жүзеге асыруда серіктестік негізде қарым-қатынас құрып келе жатырмыз. Енді Әлміш қызының білім саласындағы тәжірибесі үкіметтік емес ұйым саласына келгенде өте керемет көмек болды. Өйткені ол кісінің осы өңірде, аймақта шәкірттері бар, олардың барлығы белгілі бір деңгейде қызмет атқарып жатыр. Мына сол қоғамдағы мәселелерді көтеруге де осы Әлміш қызының тәжірибесі өте көп бізге септігін тигізді. Шыны керек, ұлағатты ұстаз Рыскүл Игілікованың осыдан 30 жыл бұрын құрып, уығын өз қолымен қадап, шаңырағын тіктеген шаңырақ бағдарламасының маңыздылығы әлі күшін жойған жоқ. Керісінше, әлемдік жаһандану дәуірінің жұмырына жұтылып кетпей, ұлттық кодымыз бен құндылығымызды сақтап қалуға септігін тигізуде. Рыскүл Әлміш қызы несімен есте қалды. Біріншіден, бұл апайымның бойындағы қасиеті, бұл жаңашылдыққа деген. Және ол апайдың алдында өзіңді еркін ұстайтын едік. Ойымызға қандай жаңашылдық бар, қандай мектептің ішіндегі кез келген бастаманы бастау үшін міндетті түрде бір қолдаушың болу керек ұстаздардың ішінде. Осы тараптан мен Рыскүл апайымды жақын тарттым. Ол кісінің оқушыға деген махаббатынан бөлек, оның аналық махаббатын мен сезіне білдім. Және кез келген мәселені, мектеп болсын, өзімнің басымдағы шаруалар болсын, әр кезде Рыскүл Әлміш қызымен, апайыммен ақылдасып отыратынмын, кеңес алатынмын. Әрине, Рыскүл Әлміш қызының бойында энергия өте көп, елге болсын деген осы шетпенің ішінде біз енді кішкентай ғана ауылымыз ғой, сол ауылдың жастарының жан-жақты көзқарасы, жан-жақты болып қалыптасуына және рухани дамуымызға, әлеуметтік мәселелердің орын алмауына, өзіміздің ішкі жан дүниеміздің қоғамға бейімделуіне тікелей еңбегі зор. Рыскүл апайымызбен бірге мектепте көптеген шаруаларды жасақтадық. Ең алғаш болып ұлдар клубын құрдым. Ұлдарды тартып, сол ұлдармен бірге Рыскүл апайымның қолдауымен мектептегі белсенді азаматтардың, белсенді оқушылардың қатарынан табыла білдім. Бұл менің өмір бойы бүгінгі күнге дейінгі қалыптасуыма, бүгінгі күнге дейінгі азамат болып қалыптасуыма тікелей әсер етті. Себебі Рыскүл апайым әрқашан сөзімізді тыңдап білетін. Біздің ойымызды тыңдап білетін. Өзі көп сөйлемей, бізді көп сөйлетіп, біздің жан дүниемізді түсіне білетін апай болып менің мәңгі есімде қалды. Сол себепті де қазірде осы Маңғыстау өңірінің қоғамдық шаруаларында бірге жүреміз. Әрине, ұстазың болғаннан кейін, ұстазыңның қасында жүрудің өзі мен үшін әлі күнге дейін абырой. Ұстазыммен қатар елдің мәселесіне араласып, осы болып жатқан жағдайлардың барлығында иық тіресіп, бірге ұстазыңның қасында сол мәселелерді шешуге талпынудың өзі мен үшін үлкен бақыт. Жалпы өмірде еш нәрсе кездейсоқ болмайды дейді ғой. Осы Рыскүл апай екеуміздің өмір жолымыздың, еңбек жолымыздың тоғысуында бір тылсым күш, тылсым бір дүние жатқандай болып өзіме сезіледі. Себебі менің анам өмірден өте ерте өтті.
қарап отырсам, Ырысгүл апай мен менің анамның туған күндері бір екен, екеуі замандас, бір жылда туған, және туған күндерде бірдей екен. Ырысгүл апай осы жақында бірер жыл бұрын өзінің отбасынан кейінгі өмірге әкелген шаңырағы, яғни тәрбиелік іс тәжірибесінің арқасында келген шаңырақ қоғамдық қорын маған бергенде, маған басқару құқығын берген кезде, осы анамдай жылы сезіліп, ыстық көрініп, сол өзінің өмір жолында, еңбек жолында көп еңбек сіңірген дүниесін маған ұстата салғанында бір аналық қамқорлығын сезіндім. Енді осы тұста Ырысгүл апайдың қандай парасат, пайымы биік жан екенін, қандай көргенді жан екенін байқауға болады. Енді апайдың жасы құтты болсын, осындай көргенді үлкен аналарымыз аман болсын дегім келеді. Жас ұлғайған сайын өткен күндер санаңда жиі жаңғырады екен дейді Ырысгүл апа бізбен әңгімесінде. Есіне тарих және қоғамтану мұғалімі болып жүрген кездегі тәлімгер ұстаздары әр сабағына көрнекі құрал есебінде оқушылармен кездесуге шақыратын соғыс және еңбек ардагерлері, қарапайым ауыл адамдары жиі түседі. Өз пәнімен шектеліп қалмай, Маңғыстаудың тылсым табиғатын, әдет-ғұрпы мен салт дәстүрін ұғып, білгісі келген жастығы қиырдан қол бұлғайды. Сонау 1978 жылы алған социалистік жарыстың жеңімпазы деген алғашқы медалі, кейін Қазақ СССР халық ағарту ісінің үздігі деген атағы талай тынымсыз түндер мен күндерінің өтуіндей кеудесінде жарқырайды. Осы жылдар ішінде шаңырақ тәрбиелік жүйесінің ұрпақ тәрбиесі ұлт болашағы атты әдістемелік кітабын жазыпты. Сонымен қатар қазір белсенді жұмыс істеп тұрған шаңырақ қоғамдық қорының негізін қалады. Өмірлік қосағы сүйіндіктен ерте айырылып қалғаны болмаса, шүкір ұл қызы өсіп ер жетті. Бәрі қос-қостан жоғары білім алып, әр салада жұмыс жасап жүр. Үлкен ұлы Айдоста, кенжесі Айсерікте мұнайшы, қосылдан немере сүйіп отыр. Айтқандай, қызы Айзада жоғары оқу орнын қызыл дипломмен бітірген заңгер. Демек, армандар орындалады екен, егер шын жүректен қаласаңыз.